Көркем әдебиетті оқыту түрлі қасиет пен дағдыны қалыптастырады. Кейіпкердің жан дүниесін түсіну, жанашырлық таныту, жазушы әлемін түрлі тарихи және географиялық тұрғыда қабылдау арқылы күйзеліс пен қайғыны сезініп, рухани тазарады. Ақыл-ой кемелденіп, түрлі эмоцияны сезінеді. Құндылықтарды бойына тарта отырып, тәрбиеленеді, дамиды, жаңа көзқарастар пайда болады. Қайырлы күн, әріптестер. Мен Нұғманова Айгүл Жасқайратқызы, Батыс Қазақстан облысы, Казталов ауданы, Алма Оразбаева атындағы жалпы орта білім беретін мектебінің қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі. Сіздердің назарларыңызға ұсынып отырған жобам бүгінгі таңдағы білім берумен қатар қызығушылықты бірдей теңдестіре ұстауды қажет ететін тақырып көркем шығарманы оқыта отырып функционалдық сауаттылыққа дайындау жолдары. Жоба орта буын оқушыларына арналып жасақталды. Жобаның мақсаты қазіргі әлемдік білім кеңістігіндегі халықаралық стандарт талаптарына сай оқыту үдерісінің заманауи тәсілдерді қолдану арқылы оқушылардың алған білімдерін жай ғана иеленіп қоймай, оларды орынды жерде қолдана білу. Сайын Мұратбековтің жусан иісі тақырыбындағы сабағын назарларыңызға ұсынамын. Шығарманы оқыту барысында түсініп оқу, көз жүгіртіп оқу, рөлге бөліп оқу, түртіп оқу түрлерін пайдаландым. Бұл оқушыны сын тұрғысынан көзқарасын білдіруге, топшылауға, мәліметті жинақтауға, ойын жеткізуге, шешім қабылдауға бағытталған жұмыстың бастапқы сатысы. Выготский бала дамуының ең шарықтау шегі бұл тіл мен ойдың шығармашылығы деген болатын. STEM технологиясы арқылы топқа бөлінген оқушыларды сандық ақпарат жинақтаушылар, биологтар, иллюстраторлар топ етіп белгілеп, ғылым мен шығармашылыққа бағытталған тапсырмалар аясында шығармалар желісі бойынша ізденіп, талдап, сұраққа жауап беру арқылы оқу мақсатының көзделген деңгейіне ұтымды жете білдім. Бұл Аянның достармен бірге сырғанақта сырғанап жүрген кезі. Менде мынандай сұрақ сіздерге. Бұл жусан иісі шығармасы қай жылдарды қамтыды? Қай жылдарда болған оқиға? Бұл жусан иісі 1942, яғни соғыс жылында болған оқиға. Ол кезде Аян неше жаста еді? Неше жаста еді, айта ғой? Аян 10 жаста еді. Жақсы отыра ғой. Келесі сұрақ. Аян мен әжесі ауылға көшіп келген кезде олардың 4 түлік тегінде жануарлар болды. Ол неше жануар? Бір қара сиыр болды. Бір ғана қара сиыр болды. Жақсы. Егер де осы қазіргі кезде Аян кейіпкер тірі болса, ол неше жаста болар еді? 91 жаста болар еді. Жусан күнделікті тұрмыста отын ретінде от жағуға, самаурынға, шай қайнатуға қолданылады. Оны құм басып қалу қаупі бар аймақтарға отырғызып қояды. Және де ол жусан 4 тонна құмды әрі қарата жібермей ұстай алады. Көркем шығарманы оқытуда шығарма кейіпкерлерін рөлдік бейнелеу арқылы оқушылардың таңдап алған үзіндісінен қойылымдар қою оқушыны дұрыс сөйлеуге, шеберліктері мен жан-жақтылығын дамытуға септігін тигізді. Ертеңінде Аянның әжесі жерленді. Жұрт ат көріп зираттан қайтқанда Аян әжесінің қабірінің басында елдің ең соңынан шошайып жалғыз қалды. Ол бұл күні де жылаған жоқ. Қарлы топырақ араласқан жас қабірге жаутаңдап біраз қарап тұрды да, бір уыс топырақты іліп, топырағын жеңіл болсын әже деп шашып жіберді. Онан соң қып-қызыл боп толған екі қолын аузымен кезек-кезек үрлеп қойып, ауылға қайтты. Аян жүзі ертеңгі башқасы, мен осы жерде отырып қатып қойдым. Ертеде ешкі жүні біртеде бір жетім бала болыпты, ал оның әке-шешесі болмаған. Ол болса түнде қарда адамдардың шөп ауласына барып ұйықтайтын болған. Яғни сол кезде жылы болған. Ал тамақты болса, оған бір 90 жастағы қария тамақ
беріп жүрген. Яғни ол одан рахмет айтып, оның үйіндегі жұмыстарын істеп жүрген. Әр топтың белсенділеріне бағытталған ақыл батыл ойын арқылы шығарма желісі бойынша жасырылған деңгейлі саралау тапсырмалары оқушының көшбасшылық қасиетімен қатар шығарманы меңгеруге деңгейлерін анықтауға мүмкіндік берді. Шығарманы қорытындылауға арналған бөлімінде білім алушылар көркем әдебиеттің негізгі кейіпкерінің өмірі немен жалғасты деген сұраққа ұтымды жауаптарын жазып, бірі жақсылықтан үмітті болса, бірі белгісіз күйде қалды деген жауаптарымен бөлісті. Әдебиет өмір айнасы, қоғам айнасы. Көркем шығарма қай кезеңнің оқиғасын қамтыса да, сол заманның саяси тұрмыстық келбетін сипаттайтын шығарма. Қарқындап дамып келе жатқан заманда оқушылардың функционалдық сауаттылығын арттыру бұл өмір сұранысы. Шығарманы өмірмен байланыстыра отырып, осы сұраныстың үдесінен шығу үшін біздің алдымызда оқығанын тоқи алатын, табысты және әрекет етуге кез келген жағдайда дайын, қабілетті әрі өзінің әлеуметтік рөлін сезіне алатын құзырлы тұлға қалыптастыру міндеті тұр. Берілген оқу мақсатының орындалып, оқушы бойынан осы қасиеттерді көре білсек, ол біздің жеткен жетістігіміз.